соғылды міне қоңырау. Біз сабақты бастаймыз, жаңа білім алуға алға қадам тастаймыз. Балалар, сәуір айы қандай ай? Аптада ай сөзі? Ал қане балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Айша айтпай қойшы. Үйге берілген тапсырма 100-ші беттегі 4-ші жаттығу берілді. Ребустың шешуінен бір сөз сөйлем құрастырып жазу. Жақсы. Ал ребустың шешуін айтайық, Нұрхан. Ребустың шешуі қара. Шешуіне менің мысығым қара. Менің мысығым қара дейді, я? Жақсы. Ал бұл жерде сын есімі қайсы? Айзерес не қайсы? Қара. Қара, я? Қараға сұрақ қойшы. Қандай? Қандай? Өткен сабақты еске түсіру мақсатында балалар өткен сабақтағы ережелерді еске түсіреміз. Парашют әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап береміз. Жарай ма балалар? Қане? Ал бірінші сұраққа шыға қой. Бұлтта басат. Оқырға сұрағындар. Сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай қай деген сұрақтар қойылады. Жақсы. Мадина шыға қой. Келесіне Марсин лайнды бол келе қой. Қосымша дегеніміз нешеге бөлінеді? Қосымша екіге бөлінеді. Жұрнақ және де жалғау. Міне балалар, біз өткен ережелерді еске түсірдік, е? Демек, бүгінгі енді біздің сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Балалар, біз дара және күрделі сын есімді ары қарай жалғастыратын боламыз, балалар. Ары қарай жалғастырамыз. Енді балалар, сабағымыздың боласыңдар. Бүгінгі сабақта балалар мәтін бөліктерін ажырататын боласыңдар, балалар. Сабағымыздың мақсаты осы. Ал енді қазір бірінші жапта 5-ші жаттығуға қараймыз, балалар. Жаттығуға қараймыз. Бұл жерде балалар сендерде мәтін берілген, е? Бұл мәтінді балалар сендерге мен мынандай спираль түрінде беремін. Ал топ басшысы балалар мынау түгелдей мәтінді оқып шығатын болады, балалар. Бұл әдіс бізде спираль әдісі. Спираль әдісі арқылы оқитын боламыз, балалар. Қане? Келеміз. Бір-бірден аламыз топ басшысы. Толығынан оқисын. Екінші топтікі. Топ басшысы толығынан оқисын. Жүрлігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп сүңгуір қайығын жасады. Дүниеге қарап тікұшақ құрастырды. Адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы. Ал енді мынау біз мәтінді спираль әдісі арқылы оқып болдық, я балалар? Енді сендерге балалар топтық жұмыс берем. Топтық жұмыста балалар мына жаңағы оқыған мәтінімізді балалар мәтінімізден постер құрастыратын боламыз. Әр топ постер құрастырады. Қане, одан кейін сол постерімізді қорғайтын боламыз. Қане, мыналардан постер құраймыз. Айша, сенің басы адам табиғаттан көп нәрсе үйренді. Негізгі бөлігі табиғатты ұзақ уақыт бақылау арқылы ұшу аппараттарын ойлап тапты. Мәселен, құстың ерекшелігіне назар аударып, оны ұшақ жасауға пайдаланды. Балықтарды зерттеп қай бөлімі бұл? соңы. Балықтарды зерттеп сүңгуір қайық жасады. Нелікке қарап тікұшақ құрастырды. Жақсы. Балалар, қазір жеке бұл жұмыс. Екі жақты түсініктеме күнделігі әдісі
арқылы балалар жеке жұмыс істейміз. Бұл жеке жұмыста балалар 3 сұрақ беріледі. Мәтін не туралы? Жаңа оқыған мәтініміз не туралы? Мәтін неше бөліктен тұрады? Және мәтін түрін анықта. Бұл жерде балалар дескрипторымыз сұрақтарға жауап бересіңдер. Осы 3 сұраққа жауап берсеңдер балалар 3 балл қойылады сендерге. Түсінікті ме? Қане, таратып беремін сендерге жеке жұмысты. Ал енді балалар келесі 6-шы жаттығуға қараймыз. Бұл жерде балалар адамдар мына көліктердің қайсысын қай жануарға қарап ойлап шығарғанын біз сәйкестендіретін боламыз балалар. Бұл жаттығудың дескрипторы балалар. Көліктерді жатқан 1 балл беріледі балалар. Бұны да мен сендерге таратып беретін боламын, таратып беремін. Осымен жеке жұмыс жасайсыңдар. Одан кейін балалар тақтаға сәйкестендіретін боламыз. Жарай ма? Саусағыңыз арқылы сәйкестендіресіз. Тақтаға сәйкестендірейік. Нұрхан келе ғой. Біріншіге жылдам келіп сәйкестендіріп жібереміз ба? Жақсы. Серігі балалар, иә? Біз қазір балалар қазақтың ұлттық оюын қимыл арқылы көрсету арқылы балалар сергіту сәтін жасаймыз. Ал қане? Жұптық жұмыс. Қазір жұп болып балалар дара және күрделі сын есімдерді ажыратып, мына қағазға жазатын боламыз балалар. Жұптық жұмыс орындаймыз. Қане? 7-ші жаттығуды бастамас бұрын Сағи Жиенбаевтың қысқаша өмірбаянымен танысып кетейік. 1934 жылы 15 мамырда Ақтөбе облысының Байғанин ауданындағы Оймауыт ауылында дүниеге келді. Жамылған. Жақсы. Жұрнақ па? Келесі. Ал балалар, ондай болатын болса, мына WordWall платформасы арқылы балалар сендер мынау дара және күрделі сын есімді қалай түсінгендеріңді мынау жаңағы платформа арқылы білетін болам балалар. Мына жерде дара және күрделі сын есімдер араласып тұрып, соны біз жеке дара сын есімді дара сын есімге, күрделі сын есімді күрделі сын есімге қоюымыз керек болады. Ал қане оған үсіпқан келе ғой. Нақта кез келген бір сөзді ал, ол дара сын есім ба, күрделі сын есім ба орнына қоя ғой. Жақсы. Қайсына қарасын оны? Жақсы. Отыра ғой. Мұслима келе ғой. Кез келген біреуін ал. Жақсы. Балалар, қазір хат тарату әдісі арқылы, міне мынандай хат, мына почтаға конвертке балалар, мына жасылына дара сын есімдер, қызылына күрделі сын есімдерді қойып шығамыз. Мына жерде хатта жазылған дара сын есім және күрделі сын есімдер жазылған балалар. Осыларды біз жасылына, мынандай жасылға дара сын есімдерді, ал мынау қызылына балалар күрделі сын есімді орналастырып шығамыз. Жарайды ма? Түсінікті болды ма? Қане? Бұл жеке жұмыс болады балалар. Дара сын есім жасыл, момын, әдемі. Күрделі сын есім саралы, өте үлкен, тым қатал. Балалар, бәрімізге солай шықты ма? Иә. Бәрімізге бірдей болды ма? Иә. Жарайсыңдар, ондай болатын болса, өзімізге 1 балл белгілеп аламыз балалар.